Hello, boys and girls. How are you today? Let's start our English lesson. The theme of our lesson, our body, parts of the face. Бүгінгі сабақтың тақырыбы біздің денеміз, бет бөлшектері. Hair, шаш. Eyes, көздер. Ears, құлақтар. Nose, мұрын. Mouth, ауыз. Окей, біз бүгін сабақта жаңа грамматикамен таныс боламыз. Бұл бізде have got және has got. Have және has деген бұл яғни е болу, бар деген мағынаны білдіреді. Мысалы, I have got a book. Менің кітабым бар. Немесе менде кітап бар. You have got 2 books. Сенің 2 кітабың бар. Немесе сенде 2 кітап бар. Яғни бізде бір нәрсе бар болған кезде біз осы have got, has got сөздерін қолданамыз. Have got бұл бізде I, we, you, they үшін қолданылады. Міне мен қазір дөңгелектеймін, соған сәйкес аударып беремін. I, мен, we, біз, you, сен, сіз, they, олар. Осылар үшін бізде have got қолданылады. Ал has got үшін бізде he, she, it. Осы үшеуі қолданылады. Бұлар бізде all деп аударылады. For example, I have got, менде бар. We have got, бізде бар. You have got, сенде, сізде бар. They have got, оларда бар. He has got, she has got, and it has got, онда бар. Okay, good job. Al, please answer the questions. This is a bear. Бұл бізде аю. What color ears has it got? Балалар, құлақтардың түстері қандай? It has got orange ears. Оның қызыл-сары түсті құлақтары бар. What color eyes has it got? It has got green eyes. Оның жасыл түсті көздері бар. What color hair has it got? It has got yellow hair. Оның сары түсті шаштары бар. What color mouse has it got? It has got a red mouth. Оның қызыл түсті еріндері бар. What color nose has it got? It has got a blue nose. Оның көк түсті мұрны бар. Okay, good. So, children, your home task in your pupil's book on page 60, кітабымыздың 60-шы бетіндегі бірінші тапсырманы орындаймыз. Яғни дәптерге жаңа сөздердің барлығын транскриптпен бірге жазып, одан кейін дәптердің ортасына үлкен аюдың суретін салып, берілген нұсқаулықтар бойынша орындаймыз. Goodbye.